сәлеметсіз бе? Сізге бірнеше сұрақ қойсақ деп едік. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Менің атым Инаят, фамилиям Жарылханов. Біз баяғыда қазақша жазылып кеткенбіз, бізде отчество жоқ. Енді менің жұмыс орным Қазанғабатында Қызылорда музыка колледжі. Сол жерден зейнетке шықтық. Зейнетке шығып әлі жұмыс істеп жатырмыз. Жасым 71-де. Алматының Құрманғазы атындағы консерваториясын 1981 жылы бітіргенмін. Содан бері бір жерде жұмыс жасап жатырмын. Мамандығым педагог. Мына әншілерге дауыс қою деген бар. Оның ішінде классикалық дауысты қою бар, эстрадный бар. Дәстүрлі жаңағы ән салу, солардың барлығына дауыс қоямын. Қазір сонымен бірге филармонияда әншілерге дауыс қоюына ықпал жасап, соларға көмектесіп, мәдениет саласында жұмыс істеп жатырмын. Осы 1917 жылы өзім Қазанғабатындағы колледжде істегенмен, маған Алматының Құрманғазы атындағы консерваториясы құрметті профессорымыз деген атақ берді маған. Бұл Қызылордада бірінші осындай атақ алып тұрған менмін. Енді мына сыбайлас жемқорлық деген қазір қатты көтерілді. Қойсам сізге сол сұрақтар. Облысыңызда жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларынан хабардарсыз ба? Хабардармын. Қазір біздер бұл жағын жақсы білеміз, өйткені